18-ге толған шағым. Оқудың 2-ші курсын аяқтап, ауылға келдім. Жаз айы ауыл адамдары түгел қарайған. Оңтүстіктің аптап ыстығы қойсын ба. Қаладан келген ақ құба реңдімін. Ал жолдан келген соң күні бойы ұйқы түнге жалғасып кетті. Шешем оятты. Айналайын, ау тұра ғой енді, ағаларың келіп отыр сені көруге. Тұрсам етпіскен әкемнің 3 інісі түгел жиылыпты. Амандық саулықтан соң ас үй жаққа беттедік. Бір көрікті сұлу жүр. Басындағы орамалы бір жарасымды, фигурасына сөз жоқ енді. Ініме қарап кім деп? Ымдасам ағамның әкемнің інісінің жаңадан алған әйел екен. Жеңгеміз кетіп қалып, ағамыз ауылға жаңадан аптекада істейтін осы сұлуда алыпты. Жасы 25 тер шамасында. Ағам кенже бала болған соң басқаларымыздан жағдайы жақсы, атадан қалған мал дүниеге сол ие. Содан болар мына бикештің де тез сынғаны. Сөйтіп жүріп жеңгеймен де таныстық. Өзі сұқтана қарайды екен адамға. Сендей сұлу қайным барын ағаң айтпаған деп күледі. Содан күндер зымырап өтіп жатты. Ағам көкпара ұстайды. Үнемі көкпара қайда болса мейлі алыс болсын қалмайды. Бір күні ағам мен менің інім көкпарға кетті. Әке, шешем көрші ауылға тойға кеткен. Жеңгемнің үйіне барып отынын жарып беріп айналшақтап жүрмін. Ауылда жүрсе де жұмыртқадай аппақ. Кешкі тамақ ішіп болып көрші бөлмеге төсек салыпты. Жаттым, ұйқым келмейді. Ақырын жеңгемнің есігін аштым. Спальныйда түнгі көйлекте терезеден түскен айға шағылысып ақ тәні ұйықтап жатыр. Қайтып кеп орныма жаттым. Жаңағы бейне көз алдымнан кетер емес. Содан қайта тұрдым. Есікті ашып ішке кірдім, жеңгем тәтті ұйқыда, аяқ жағынан барып отырдым. Көйлектің бір жақ етегі ашылып, жұмсақ сан еті ашылып жатыр. Содан не болса, ол болсын дедім да. Ақырын үстіне шығып, ерінен сүйе бастадым. Ол сәл оянғандай болып, «Жан келдің бе?» дейді. Жауап қатпадым, тамағынан иіскеп төмен түстім. Жеңгем ұйқылы ояу өз деп қояды. Түнгі халатының белбеуін шешсем емшегі жоғары көтеріліп шыға келді. Төстартқыш кимеген екен. Екі емшегін кезек аймалап ұштарын сүйіп, тіліммен айналдырып жатырмын. Жеңгем кайфқа кірді ме сразу атып тұрды. «Қайным бұл сен бе? Үндемеңіз деймін. Мұның не? Ұялмаймын ба?» деп мені итере бастады. «Сені бір көргеннен ұнаттым» деп бас салдым. Үстіне шығып алып сүйіп жатырмын. Ол тыпыршып қарсылық білдіріп жатыр. Бір амалдап трусине қолымды салып, амын сипалауға көштім. Жеңгем ақырындап жуаси бастады. Содан емшектерінен сүйіп, кіндік тұсына кеп, ақырындап трусиін шешіп амының томпиған бетін иіскеп, сүйе бастадым. Жүндері аздап өскен амында керемет тәтті иіс бар екен. Одан сайын құмарым артты. Содан амының клиторларын сүйе бастадым. Жеңгемнен «Ох, жаным» деген дауыстар шыға бастады. Амның ішіне тілімді салсам от болып жанып тұр. Сора бастадым. Жеңгем бөксесін барынша жоғары көтеріп бұты талтайып өзінен кетті. Шаштарымды сипалап, жеті аспанда қалықтап кеткен. 10 минуттай жаладым. Жеңгем сол уақытта 2 рет ішін босатып үлгерді. Содан ақырындап аяғын керіп аспабымды күнтимеске сүңгітіп жіберіп ақырын изей бастадым. Жеңгем әлі сол аспан әлемінде қалықтап жүр. 5 минуттай біріншісін тастап, жеңгемнің үстіне құлай кеттім. Өмірімде ам жалатып көрмеген едім, сен ешкім бермеген кайфты бердің қайным. Енді сенен ешқашан қол үзбеспін дейді. Сендей тәтті жеңгемнен менде енді бас тартпаспын деймін. Содан жеңгеме мүшемді сипалатып тұрғызып қайта шаптым. Таң атқанша біз жамаған Камасутра қалмады. 4 рет барымды құйдым от тесікке. Таңды ұйқысыз атырдық та. Мен үйге кетіп қалдым ұйқыны союға. Жеңгем байғұста шаршаған болар, ол да ұйықтайтынын айтты. Содан жаз бойы ағама көкпары болсын деп тіледім. Жеңгеммен қауышып өткен 2-5 айдың қалай өткенін де білмей қалдым. Қимай қалаға оқуыма аттандым.